12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірлі телекөрермендер. Назарларыңызда қазақ ақын сазгерлерінің ән жырлары мен күйлерін насихаттауға арналған сөзбен саз бағдарламасы. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі сөзбен саз бағдарламасының қонағы әнге айналған жырлары мен өлеңдерін насихаттауға келіп отырған біздің құрметті ақын апайымыз. Қазақстан журналистер және жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі ақын Шынар Кендин. Шынар апай, студияға қош келдіңіз. Енді сіздің бұған дейін кітаптарыңыз шыққанын және мынау Монғолияда туған монғолиялық қазақ қаламгерлерінің шығармаларына антологияға енгеніңізді және бірнеше мүшәйраға қатысқаныңызды және Қарағай ауданының газетінің бас редакторы екеніңізді білеміз. Басқа өмірбаяныңызды көп біле бермейміз. Сондықтан көрермендерге өзіңізді қысқаша өмірбаяныңызды айтып өтсеңіз, содан кейін жыр оқып бересіз. Мен Монғолияда тудым. Монғолияның Баян-Өлгей аймағында Сеңгіл дейтін сұмым бар. Тауы биік, Алтайдың тауларының Бесбоғданың шыңы бар, сондай Қобда өзені бар. Баян-Өлгейдің Сеңгіл сұмынында тудым. Сол Сеңгіл сұмынында қазақша мектепте оқыдым. Кейін студент болып, мұғалімдер мектебінде Улан-Батырда оқыдым, Алматыда оқыдым. 1998 жылы Баян-Өлгейдің қазақ радиосына тілші редактор болып орналастым алғаш. 5 жыл сол жерде
тілші редактор болып жұмыс жасап, 2004 жылы осы отаныма, тарихи отаныма оралдым. Алғаш Қостанайға келдік. Жітіқара қаласының Заман дейтін радионы ең алғаш ашып, сол радионың алғашқы хабарын жүргізіп, бірнеше жыл сонда жұмыс жасап тұрып, 2006 жылы осы Маңғыстауға келдік. Жолдасым Айтыс Ақниет, сол порттың 60 жылдығын Айтысқа келген. Содан болып, сол кездегі ауданның әкімі Серікбай Өтелгенұлы осы қазақ өнерді, ақындыққа, жастарды тәрбиелеуге керек мамансыңдар, бізге өз қазағының ортасына келіңдер деген жақсы пікір айтқан екен. Сон келіп, бір жыл Түпқарағанда жұмыс жасап тұрып, Қарақияның бас редакторына шақырды. Содан бері қарай осы күні бүгінге дейін. Күні бүгін сол жұмыста. Баспасөз саласында. Баспасөз. Әдебиеттен алыс емес, сондықтан бізге, енді мынау көрермендерге өзіңіздің жырларыңыздан бөлісіп өтсаңыз, бірден бір 5-6 өлеңіңізді оқып берсеңіз тіпті керемет болатын еді. Енді Маңғыстау телеарнасына келіп отырмыз ғой, Маңғыстау өлеңінен бастайын. Маңғыстау сені көру үшін де көз керек, мақамың түгілі малың да жұрттан өзгерек. Мендегі мұң бар боталарыңның көзінде, сендегі сарын сағынышыма дем береді. Маңғыстау, сенің тауыңды қандай қыз жиған, дестелеп өріп, кестелеп түскен қолдидан. Тасының тылсың, тарихы түгілі құмынан, темір бабамыз теңізге қалай із қойған. Маңғыстау, саған тәңірден бата тиіп беді, атаның малы да шетінен арқар киіктер. Аңыздарыңның астарында жатқан шындыққа өңіле қараймын, үстіртке шықсам биіктен, теңізден терең тарихың жатыр тербеліп. Маңғыстау, неткен тылсымға толы сүйіктен, әттең айтарым көп еді, көз соқыр құлақ тас керең, құм құла бағады күйіктен. Ой, бәрекелді. Маңғыстаумен басталған өлеңдерді ары қарай жалғастырайық. Отан тақырыбында, патриоттық тақырыбында, лирика, махаббат, ана, туған жер. Маңғыстау туралы бастадық қой, тағы да Маңғыстау туралы. Көп шығар басқа да сүйгенің. Маңғыстауды сүйемін, мені сүйген жүректер үшін, боз өкпесін қолға алып, бұлқынып жеткен күрескер үшін, жетейін десе жете алмай, желпініп жүрген тілектер үшін. Сүйемін, сол үшін жек көргендерді де, жазғырып сөккендерді де, ашуын сенен алам деп қаһарын төккендерді де, қысында көктемдерді де. Есімде жылаған күндерім, оң бастай құлаған күндерім, ішінен кебенектің де кербезге ұнаған күндерім, көңілім қалған кездерде көрместей ант еткен күндерім, жолыңда құрбан болам деп өзімді тәрк еткен күндерім. Есімде, бәрі де есімде, бақыттан жарқ еткен күндерім, Маңғыстау, махаббат мүйесім, көп шығар басқа да сүйгенім. Енді отан туралы дегенде... Қалаған тақырыпта оқи берсеңіз болады? Өйткені біздің бағдарлама сөз бен саз. Жақсы, онда мен ар таразысы деген. Ар таразысы. Бір сақшы бар арымның санасында, жөнге салып жүретін нанасың ба, бейне бақылауым бар бедірейген көзімнің ағы менен қарасында. Бір жалын бар жігерімді осып өткен, желп етіп басылады жетім өкпем, жарқ еткен найзағайдың жасыны үшін тәңір тәжді көктемге қошым кеткен. Бір пер бар арқамда ала құйын, алалыққа баспайтын табан ұйып, пешенемді күзеткен періштемнің пейілі де тұрады маған иіп. Бір сырым бар жүректе, мұнар сағым, мұңайғанда мұңлық жыр аңсадым, қуанғанда күн күліп қабағымнан күнікейдің өзіне құмартамын. Күңкілдейді ішімнен бейне жазбам, қойыңыз, мұныңыз не Шынар ханым? Ой, бәрекелді.
деген қымыз бекен қыз бекен бойжеткеннің салған әні сағыныш бекен зар бекен Маңғыстаудың баурайында маңғазданған жотан бар манаураған маңдаласы маң-маң басқан атандар жеті жұрттан жеткен жерді желеп жатқан атан бар келем десең бозжыраға әулиеден батанға бозжыра жеті жұрттан жеткен жерді желеп жатқан атан бар келем десең бозжыраға әулиеден батанға жеті жұрттан жеткен жерді желеп жатқан атан бар келем десең бозжыраға әулиеден батанға кел қанекей Маңғыстауға бозжыраға тартайық боз далада демалайық баурайында ән салып тастанының тарихына табан тигі жол салып бұл бозжыра қазақтікі әлем сүйген тамсана Маңғыстаудың баурайында маңғазданған жотан бар манаураған маңдаласы маң-маң басқан атандар жеті жұрттан жеткен жерді желеп жатқан атан бар келем десең бозжыраға әулиеден батанға бозжыра жеті жұрттан жеткен жерді желеп жатқан атан бар келем десең бозжыраға әулиеден батанға жеті жұрттан жеткен жерді желеп жатқан атан бар келем десең бозжыраға әулиеден батанға Енді мынау антологияға байланысты пікір білдірсеңіз, енді бұда моңғолиялық қазақ қаламгерлерінің шығармалары топтастырылған Қобданың қоңыр жел деп аталады екен. Енді осында кіру, бұған арнайы талаптар бар ма, әлде тек Моңғолияда туған ақын болсаңыз ғана кіре бересіз бе? Жоқ, енді ол әрбір кез келген антологияға ең таңдаулы өлеңдер кіргізеді деп ойлаймын. Енді ол кісілердің қандай талабында барын білмедім. Өлеңдерімді мен тіпті онда көп бере де бермеймін. Негізі көп адамдар мен әлеуметтік жел арқылы біледі да. Сол арқылы менің енді біраз өлеңдерім сұрыпталып ішінен жақсысынан алынған сияқты. Енді мына өткенде осы жақында ғана 10 қазан күні Астана қаласында ұлттық кітапханада жоғары деңгейде осы 2 томдық антологияның тұсаукесері болды. Қазақстан Жазушылар одағының басқармалар төрағасы Мереке Құлкенов ағамыз және Астана қалалық филиалы үлкен ақын ағаларымыз қатысып, қандас қаламгерлерге үлкен сәттілік тілеп осы тұсауын кескен еді. Сол кітаптың ішінде мысалы Ақтан Бабиұлы атақты, Кәкей Жаңжыңұлы сияқты атақты ағаларымыздың үлкен кешегі қазақтың жаңағы ақытты Абайды көре қалған ақындардың жаңағы да бар ғой біздің керей ақындардың ішінде. Сол кісілердің өлеңінің соңына, көшінің бір соңына бір тайлақ болып, менің де бірнеше өлеңдерімнің осыған кіргеніне өте қуаныштымын. Сіз соңында емес, қақ ортасында тұр екенсіз. 398 бетінде. Енді екі том, біреу прозадан, біреу поэзиядан болды. Сондай. Енді осыған енген өлеңдеріңізден оқып берсеңіз, екі түрген. Бұл сіздің туған жеріңіз бе? Иә. Мен туған қысқаша айтып жерім. өтсеңіз. Енді ел сағынат шығарсыз. Әрине, Қазақстанның мына шеті мен мына шетінде ғой. Шығыста туып, батыста тұрып жатсыз. Алтайда туып, Атыраудан осы Отпанға, Маңғыстауға келдім. Ол дәм шығар тартқан. Енді
туған жерім екі түрген деген өте суы тұнық Алтайдың биік тауынан ағатын керемет өзен бар. Соның суына шомылып, қарақатын теріп өскен баламыз ғой. Әрине Маңғыстауда киелі мекенде жүргеніме өте қуаныштымын. Мен мақтан тұтамын. Бірақ әр кезде жүрегімнің бір түкпірінде әркім өзінің туған жерін мысыр шаһар. Туған жерім жүреді. Әкемнің жайлауы еді, екі түргеннің ортасында жайлатын. Екі түрген, екі өзен, ел жайлаған екі сай, жүрмеген соң сенде шалқып, көңілімнің несі жай, күркіреген тау өзені, күмбіріндей көшінің, сыңғырласа бұлақ үні, сыр айтатын есілай. Екеуі де жанға сая, дертке дауа суы бал, ашық аспан, алып таулар, асау бұлақ құзы жар, етек жиып, ес білгеннен әлдилеген бесігім, есейгенше есіркесең бұл жүректің мұңын ал. Күнмен бірге оянатын, гүлге оранған қыратың, құз жартасың құлазып тұр, қарақатқа шығатын, еркелейтін елігіңде тастан тасқа секіріп, саясынан самырсынның жұпары аңқып тұратын. Қалың орман, қарағайлы, шыршасы да шырайлы, екі түрген, сағындым ғой, жер жаннатым шұрайлы, бүлдіргендер ерігенде бір барармын егіліп, бүлдіршін қыз есіңде ме, айтшы, кімдер сұрайды. Тағы да бір өлең оқып берсеңіз, осы антологиядан. Антологиядан әлі сиясы кеппеген өлеңдерден жалғастырамыз ғой. Ана туралы, анаға хат деген. осы жерден ата-анаңыз туралы айтып өтсеңіз. Әкем Кендін, шешемнің аты Зәмза. Ол кісілер сол өмір бойы мал бақып, жылқы бақып, сол тауда, биік тауда өскен адамдар. Мен өзімде сол тау қызымын деп ойлаймын. Ат жалында өсіп, кішкентайымнан сол бие сауып, тай үйретіп, кішкентайымыздан сөйтіп өстік. Енді жылқы маған өте жақын, өйткені ата-анамның өмір салтымыздың негізі болды ғой енді мал. Бәріміз де малшының баласымыз ғой. Иә, шүкір ата-анам бар. Осы Маңғыстауда біраз жыл тұрды, жалпы осы атамекенге 2010 жыл оралған, қазір Алматыда. Ақтауда да жүрді біраз уақыт енді Алматыда. Ол кісілерге саулық тілейміз және эфир арқылы анама деген өлеңді оқып береміз. Анаға хат. Анашым, бұл өмір неге сонша ауыр, көтер алмастай қара зіл, періштесі де тас бауыр, перісі мүлдем әзәзіл. Жанымның күйі қылғобыз, жаза алмай отыр жаңа жыр, жүрек қан жылап тұрғанда, жымиған күлкі азагүл. Жарқ етіп күл алмадым, жаңбыр жаумаса жаңа күн, жаулығыңды тос келіп тұр, жаралы бүгін маралың, жадау көксінді жабырқау, жасыр алмастай жанарын, өзіңе сүйеп басымды, өксігімді басып алайын, анашым, шықшы алдымнан, дәл қазір ұшып барайын. Ай, бәрекелді. Сағынған кезде әйел адам, қыз баласы анасын аңсайды ғой, қандай қиындық келсе де. Өмір бір бестің қолдың бес саусағындай бірдей болмайды. Кейде өмірде бір қиындық кезіккен кезде анама барғым келеді. Сол кезде бір жазған өлең шығар. Ата-анаңыз аман болсын. Рахмет. Енді тағы бір екі өлең оқып берейік, содан кейін әнге айналған жырларыңыз, өлеңдеріңізбен тарихымен танысамыз. Оған дейін бірден бір үш өлең оқып берсеңіз. Күрделі өлең оқысам бола ма? Болады. Қай өлеңге де рұқсат? Бір сағат сізге арнап отырмыз. Сондай болсам болмай ма деген өзімнің жарыма айтқан назым еді. Белгілі Қонай ақынға арнаған. Иә, Нұртай. Нұртай, Қонай деп тұр. Керемет болмай-ақ қойсам болмай ма, жаман болсам сен барсың, кем тұсымды кім сүйер, ық жағыңда қатар тұрсам болмай ма, алға шықсам көз дейіп, соңында қалсам сөз дейір, бүгініміз сәл ғана озса болмай ма, өз кешегіміздің соңғы нүктесінен бір сүйем. Сұлу емес болсам болмай ма, жинап қойған шаштарын қорықпайтын, желіп алап шашқаннан, әрлеп алған бетіне жаңбыр жауса, қысылмайтын көз бояуы аққаннан, кимей-ақ қойсам болмай ма, біздей өкше, бәсім содан биіктемес, жетпей тұрған аспанға. Тақпай қойсам болмай ма, гауһарларды жоқ еді ғой ақшаңда.
бай емеспіз, бақыттымыз неке деген бір сақина таққанға. Жай ғана жақсы адам болсақ болмай ма, барымен базар, басқаларды сөкпейтін, өз жарасын өзі жалап жазса да, жаралыларға ешқашан тұз сеппейтін, сен үшін сырлаяқ болсам болмай ма, сыр өшсе де қыры ешқашан кетпейтін, жоқ әлде қол сағат болсам болмай ма, сенің ғана жүрегіңде тықылдап лүпіліңді өлшейтін. Сондай болсам болмай ма, жұмбағы көп кітап сынды, жұмақ түні өтпейтін, 100 жыл оқып шықсаң дағы шешуінен еш жалығып кетпейтін. Ой, бәрекелді. Нұрекем қандай бақытты. Енді алғаш келген кездерімізде, енді мен жалпы шүкір деймін. Сонша сонау Алтайдан келіп, мына шығыстан келіп, батысқа келіп, бұл адайдың ішіне сіңіп, осы елдің халықтың ықыласына бөленіп жүрген қазақтың қыздарының бірі деп ойлаймын. Ол елдің кеңдігі, елдің жақсылығы деп ойлаймын бір жағынан. Бірақ енді алғаш келген кездерде, кейде өмірде сен бұл жерде туып өскен болсаң да тіпті көп қиындықтар, келеңсіздіктер адамға кездесіп жатады ғой енді. Әсіресе шығармашылық адамына өсу өркендеу жолында. Енді сондай бір кезде жазған өлеңім бар еді, бірақ ол ұзақ өлең болған. Үзіндісін оқып берейін. Оралман қыздың монологы деген ұзақ өлең жазғам. Соның ішінде сол тірі жетім дейтін бөлімін оқып берейін. Итермеш бауырым көкіректен, сөз сүйекті жарады тесіп еттен, өз еліңде өзіңді өгейсіту, қиын екен, тірідей жетім еткен. Шауып алар деп бедің шаһарыңды, жан емеспін, тегін ол жан есіп еткен. Жымыраңдап сырт берген бауырымның, жылы шырай танытсан есік еткен. Бұлғақтаған өкесем құдашаның, бұл ұңғырға айналдау, бұл ашағым, бұл тастынан бұлдыр ой, күн іздесе кімге барып, кіршіксіз сыр ашамын. Кіндігімді кір жуып кеспесем де, кімнен кеммін, өзімді жұбатамын. Кірма танар жөнім жоқ кіріптар боп, үлесім бар еншімді сұратамын. Кімсің ей деп итерме кеудесінен, үйірінен адасқан құл атайдың. Ата olмаған таң едім, бір атармын, жүген құрық тимеген шу асаумын, сынығымын жоғалған алтыныңның, кім екенімді айтсам ғой, жылатармын, бөлтірігі бөрінің сырттан келер, тектіліктің жалғасымын, бір атаның, еврей деп ойлап пең, әлден еміс, ежірейе қалдың ғой бір атаның. Итермеш бауырым, көкіректен, сөз сүйекті жарады, тесіп еттен, қаңғып келген қазақ жоқ, өз елінде, сендер ғой, осылай деп жетім еткен. Итермеші бауырым, көкіректен. Біраз адамның мәселесі деп ойлайым. Әр қазақ менің жалғызымды өмір сүргенге не жетсін енді? Әрине. Қайда тусақ та, қандай болсақ та, сол бір қазақтың баласы. Әрине, әрине. Сондықтан қазақтың ақын қызы Шынар Кенденнің өлеңдерін ары қарай тыңдаймыз. Жұмыр жүрекпен сүйеді екенбіз, отан деген алыпты, жұдырықтай құдірет сол жарық күн. Жаратқанға рахмет, жер бетіне жаратқан, жақсысы көп, жаманы жоқ, қазақ дейтін осы бір ел халықты. Бақыт деген бағалау қолда барды, тәуелсіздік соны танытты. Тым қатты сенбесем де, кейбір діни далбасаға, Құдайға құлдығым бар, ол бұған мұқтаж болмаса да. Сонысымен Құдай ғой ол, 18 мың ғаламға ортақ бір құдірет, болмас егер көңілі толмас адам. Содан кейін мың алғыс ата-анама, олар да Құдай өзінше, аталарым бар әруағымен жебеген, әулие сол өз ұрпағының көзінше. Біздің де пешенеміз перзентті, оларсыз өмір мәнсіз көңіл кем, мың алғыс бергенің Алла, берерің одан да өміршең. Бастысы отаным, елім, жерім бар, басқасын қолмен жасап аламын, қалам мен күрек берілсе. Ай, бәрекелді. Шығып
жатса да қайнар көзі тіршіліктің суғанына түйісу түп тамырын жерге жайған киіз су құм сүзгіден өз өткізіп тұшытты табиғаттың сыйысы түйісу түп тамырын жерге жайған киіз су құм сүзгіден өз өткізіп тұшытты табиғаттың сыйысы құмды алқа жанға сусын киіккем құбырлармен құлап жатыр биіктен шөлін басып түбек жұртын ең алғаш мұнайшының ерінінде жібіткен түйісу түп тамырын жерге жайған киіз су құм сүзгіден өз өткізіп тұшытты табиғаттың сыйысы түйісу түп тамырын жерге жайған киіз су құм сүзгіден өз өткізіп тұшытты табиғаттың сыйысы құмды қазып су шығарған шалғайдан сушылардың еңбегі бұл зор майдан құтты болсын елу жылдық мерейтой құрметіңе туған елің арнайды түйісу түп тамырын жерге жайған киіз су құм сүзгіден өз өткізіп тұшытты табиғаттың сыйысы түйісу түп тамырын жерге жайған киіз су құм сүзгіден өз өткізіп тұшытты табиғаттың сыйысы Енді сіздің әнге айналған өлеңдеріңізге тоқталсақ, енді біз білетін мынау түйісу, сенек, сұмса, Қарағай ауданының бір тамаша елді асырап отырған жері деп айтайық. Иә. Енді бұл арнайы тапсырыс па, әлде өзіңіз сол жерді зерттеп, әлде сол жер туралы шығарма жазып, осы әннің шығу тарихы? Мен негізі Музыкасын жазған Марат Ордабаев қой, иә? Иә. Ол былай болды. Мен тіпті ән жазу деген ойыма кірмеген адаммын. Әнге өлең жазу. Иә. Бірде бір танысым Шынар, мынау сенің өлеңің бе деп маған бір не жіберіп отыр, бір өлеңді. Әлеуметтік желде. Иә, әлеуметтік желде. Иә, менікі ғой десем. Қарағандының бір ақыны шығарып, бір бала керемет орындап жүр, Аршын Керейдің деп тұр. Аршын Керей деген сенің бұрын сондай псевдонимің емес па дейді. Иә, дейді, кәне көрейінші десем, ана туралы әнім, өлеңім 2006 жылы Форт Шевченкода жазған едім. Анамды қатты сағынып. Сол өлеңімді әлеуметтік желден алып ән жазған. Ол уже 2 жыл бұрын шығып кеткен. Сосын ана кісі хабарласты. Ол кісіге айтшы, мен нөмірім осындай деп. Сосын ана кісі Матқұлбек Маясаров деген кісі екен. Қарағандыныкі екен. Сосын анағаға сөйлесем, ой, айналайын, осындай да осындай Фейсбуктан көріп ұнатып, осыған ән шығардым. Енді қарасам, жоғалып кетті Фейсбугың дейді да. Ол былай болған. Мен бұрын жалпы журналистік өзімнің псевдонимім менде Аршын Керей. Фейсбугымда да солай болған. Сосын өзімнің атыма ауыстырдым бір күні. Шынар кенді болдырып, Фейсбук ашып алдым. Ана Фейсбук жабылып қалды ма, білмеймін, қайтып аша алмай қалдым. Несі жоғалып кетті. Оказывается, сол кісі сол жерде мені Аршын Керей деп іздеген екен. Мен ол парақшам жабылып қалған. Сосын Шынар кендіндегесін тауып алып, ана баланы орындаған екен гитарамен ең алғаш. Соның видеосын жіберіп, кейін оны Айнұр Сұлтанов деген филармонияның әншісі неде орындады, аранжировка жаздырып. Солай бір әнім өзінен өз шығып кетті. Оны 1-2 жылдан кейін білдім өзім, 2-3 жылдан кейін. Сонымен оялап, енді осылай әннің әнге сөз жазуға болады екен ғой деп ойлап қалдыңыз ғой. Иә,
жазып қойдым. Негізі мен көп әнде өлеңдерім әнге келе бермейді. Мына өлеңдерім күрделі келеді да, кейбір жеңіл қасты болса, солар әнге келеді екен. Мен оны білмегенмін. Сосын мына Бозжыра туралы бір недер болып жатты, сөз болып жатты, көйтеміз, қонақ үй соламыз деп жатты. Оған халық қарсы болып жатты. Бірақ енді бір жағынан оның өркендегенде жақсы шығар, қалай болады дегеннен кейін осы Бозжыра туралы зерттей бастадым біріншіден. Екіншіден мен осы Қарақия ауданының Қазыналы Қарақия деген энциклопедиялық жинағын шығардым. Сол кезде мен осы қарап отырсам, біраз үстіртті аралап, Бозжыра, осы не жаңағы Қарақия, Ойпаты, Тоқмақ, осының бәріне барсам, осының бәрі Қарақияның жерінде екен. Осыларды көріп, жаңағы зерттеп барып жүріп, Сенекте бір ағамыз бар, сол кісілерді ертіп барып жүрген кезде, осы өзімнен өзі маған осы өлеңдер келе бастады. Мына Бозжыраны көргенде, осы Бозжыраның сөзін жаздым. Сосын бұған ән шығарту керек екен деген ойлап, мен Марат ағайды бір білмеймін, мен Марат Ордабай композитор дегенді білемін ғой. Сосын сол кісіге хабарлассам ба деп таба алмай сөйтіп жүрмін. Соны мен бір күні Марат ағамның Құдай айдап өзі хабарласты. Ол кісінің хабарласқаны мені мына өлеңім ұнап қапты, Бозжырада емес, ештеңеде емес. Шығар деген сен ба дейді. Я, менмін ғой аға десем, Марат ағаңмын дейді. Айналайын, мына бір өлеңің, мына бір жолы бәрі есімде жоқ дейді. Жынданып шығып есіктен жылағым келді, кіре алмай деген өлеңің жүрегіме сондай жетті. Соның толық сөзі бар ма? Соған ән келді. Бағала ғой, жаңағы. Бағала, осы бағала деген ән болып шықты ғой ол. Сол өлеңімді ән шығардым. Және бұның қызығы, сол таланты бағаланбай кеткен Марат Ордабаевтың ең соңғы әні бағала екен. Сол ең соңғы әні бағала. Сол кісі соны маған ары қарай да шалқып бір маған шабыт келіп болмай тұр. Бұны менге тоқталмай тұрмын. Сен қайырма ұзақтау, басқа қайырма жазып берші маған, осы әнге маған ән шығып тұр деді. Сосын дейтін ағайға айтқандай дереу жазып бердім. Әй, сау болшы, айналайын дейді. Мен ағайды өмірі көрмегенмін. Сонымен ағай, мен негізі сізді Бозжыра дегенге ән жазыртқай жүредім дебем. Жіберші ғана деді, көрді. Оған да дереу жазды ағай. Сонымен Бозжыраның әнін ағай шығарды, жоламан көшкіні орындады. Ең бірінші... Ал бағала қалай Қарағандыға кетіп қалды? Ол бағаланың ағай шығарды, мен несін қойып бердік, аранжировканы ешкім жасамадық та кішкене тұрып қалды арасында. Сонымен Бозжыра шықты. Бозжыраның тұсауы Ақтауда Қарақия ауданының Ақтау қаласындағы мәдени күндерінде тұсау кесілді. Ағайды мен шақырып ем, ағай айтады, әй қызым-ай, мен бар ғой, ағаң бүгін кішкене тойлап алып, ертерек тойлап қойдым. Мен барсам, сені абыройыңды көтермей қаламау, сен жыр кешіңді өткізші, әлі талай сөзің ән жазам, соның құрметті қонағы болып барып отыруға дайынмын, жыр кешіңді өткіз деп жүрді. Сонымен менің жыр кешімде бір өтіп болмады, жалпы жыр кешімді өткізіп көрмеген адаммын. Ағайды да ақыры көрмедім, тек жыр кешіңе ғана барам деп еді. Сонымен ағайдан да айырылдық қой енді. Сөйтіп Бозжыра шықты, сөйтіп жаңағы бағала шықты. Бағала енді ағайдың... Бағаланы эфирге аранжировка жасап шығарған, Қарағандының қызы болды. Енді бұл Маңғыстаудың әні Қарағандыға Қарағандыны... Оны ағай берген бе? Ол ағай берген жоқ, бұлай болды. Қарағандыда біраз адамдар менің болған емес әнім. Басқа мына Еламан дейтін, Еламан Бақытжан дейтін ағамыз бар, Маткүлбек ағадарымыз шығарып жүрген әндерім бар. Мына бір амал мерекесіне байланысты бір өлең жазғам. Соған ән шығарып Бақытжан ағамыз. Соны жаңағы Майнұр Сұлтанова орындады. Тағы да әке туралы, ана туралы әндерім көп. Маткүлбек Маясаров ағамыз шығарған әндер бар. Соларды сол орындап жүрген қыз, мына сіздің басқа қандай әніңіз? Мен бердім ғой, бір сайт бізден әндерді сұрады ғой. Сол кезде осыны бергем, содан көріп апа, мынау керемет ән ғой, мынаның неге қағадырын білмей жатсыздар, мен орындайыншы деп сұрады осы Айнұр деген қыз. Оған аранжировка жазуға мүмкіндігім болмады. Керемет ән ағай өз жүрегімен шығартып еді, одан ағай ауырып қалды деп ем.
оғыз өзі шығарып ақшасын төлеп орындаған екен. Сон кеше ағайдың ауырып жатқанда жаңа өздерің ұйымдастырған қайырымдылық концертте бір қыз аттай қалап Шынар апа мынаны орындаймын деп Әсия деген қыз оғызды танымайды екен. Қалай орындайды білмеймін. Сосын жаңағы Ұлзира жеңешемізге айттым, мынаны Марат ағамыз әнін жазған, үстіп қалап өзі маған шығып алып еді, жаздыртып еді. Енді мықты ән қойды, мықты ән біліп отырмын, орындасын берейік деп ол кісіден рұқсат сұрадым мен, ағай болмаса да. Соңында қыз жақсы орындады, жүрегімен жүрекке жеткізіп орындады деп ойлаймын. Мен бұл жерде айтайын дегенім, Марат ағаны маған айтады бір күні, мен ақын емеспін, өлеңдерге баға бере алмаймын, сазгермін, бірақ білесің ба, сенің өлеңіңде жан бар. Өйткені сенің өлеңіңді оқыған әрбір адам, жас адамда, жасамыс адам болса да, ана образдың ішінен өзіне елестетеді. Мынау маған арналып тұр деп ойлайды де, жас адамдар өзіне тартады. Өзіне тартады әрбір оқыған адам. Маған да мысалы ойлады, бірден жүрегіме, бірден адамның басында міндетті түрде өтетін жағдайларды көрем. Сосын мен ойлаймын, осы жаман емес ақын шығар деп ойлаймын. Мен ақынға баға бере алмаймын. Әнге өлең жазу дейтін оңай шаруа емес негізі. Әрине солай. Кез келген поэзияның ақыны текст жаза алмайды, мәтін жаза алмайды. Ол басқа болады. Қиын болады. Жасырсам шырымнан қиқындырладың ұзақты ұмытшы енді өткенде жаным көңілсіз күнді санама көрмесең мені көрмедім
Енді тағы бір 2 өлеңіңізді тыңдайық. Сосын бағдарламамызға қорытынды жасайық. Бізге берілген 1 сағат уақыт осымен өз мәресіне жетіп қалған сияқты. Bir 3 өлеңмен қорытынды жасайық. Жақсы. Күшігін алдырған қасқырмын деген бір. Негізі айта кетейін, мен бар ғой, өлеңді отырып өлең жазатын адам емеспін. Өлеңге қызмет атқардым деп қатты айта алмаймын. Маған өзі қойылып келіп қалғанды ғана белгілеп жаза саламын. Айтпесе, мен бір тақырып қойып заказбен, тапсырмаспен өлеңді жазбаймын. Енді мына адамның шығармашылығын өлтіретін нәрсе күнделікті әлеуметтік желі, ақпараттар жазу, газет, ұсақ-түйек күнделікті шимай шатпақ адамның шығармашылығын өлтіреді-ау деймін. Өйткені маған жаңағындай қойылып келіп қалған өлеңдерді жазып алуға да мұрша болмай, көп өлеңдерім шынын айтқанда жүрегінде тұншығып кете барады. Ішіңізде өліп кететін өлеңдер көп. Сондай өлеңдер көп. Асылбек бауырым айтпақшы. Күшігін алдырған қасқырмын, білесіңдер ме, кегім қайтқан жоқ баяғы, кектеніп жүріп кесірге айналып барамын, талай арсыздар бізден бұрған мен сұм жүзін, беттері бүлкетпей халықтың көзіне қарады. Жан даусым шыққанда жаныма бірі де келмеген, без бүйрек немелер көзіме күйік боп барады. Білесіңдер ме, кегім қайтқан жоқ баяғы, кектеніп жүріп кесірге айналып барамын, талай арсыздар бізден бұрған мен сұм жүзін, беттері бүлк етпей халықтың көзіне қарады. Жан даусым шыққанда жаныма бірі де келмеген, без бүйрек немелер көзіме күйік боп барады. Білесіңдер ме, қаным қарайып, қарашығыма жас тұнды, әділдік іздеумен әзиз басымды тас құрдым, түкке де зауқы жоқ түнекте жатқан намысын түртпектей бермеңдер, күшігін алдырған қасқырдың. Өртенген өзектің өшіре қояр деп алауын, өзімді онсыз да өртелген теңізге лақтырдым. Мен бірақ өзгеге емес, өзіме ғана қас қылдым. Қатыгез адамдар, ет жүрегімді тас қылдың. Дүние кезек, біліп қойыңдар мынаны, айналып соғарын күшігін алдырған қасқырдың. Мен былтырғы көктемде қалып қойдым. Көктем келді, бірақ та маған емес, кереметтер мен үшін жалаң елес. Неге келдім қап қоймай сол көктемде, енді маған ештеңе ғажап емес. Кел көктем, кең дүние, құлпыр дала, бақытты жан едім ғой былтыр ғана, жылаған жылғалардан жыр ағызып, жырадан сел түскендей жыртыл жара, арыла алмай күшінен алып ойдың. Мен былтырғы көктемде қалып қойдым, былтырғы ең соңғы көктемімді еске алып, былтырғы суретіңді салып қойдым. Қанатымды қайғыдан көтере алмай, мен былтырғы көктемде қалып қойдым. Өлеңдерімнің бәрі көңілсіз болып бара жатқан сияқты. Мынау әйелден басқа көктем жоқ. Осы биылғы көктемде жалпы бір әріптестер болып бір жерде жиналып жатамыз ғой. Кейде жаңағы бәрі қыздарға бір гүл ұстап жүргенде, кейде абайсызда тіпті басқа кезде сен гүлдің ортасында жүрсең де, дәл сол сәтте саған бір тал гүл бұйырмай қалуы мүмкін ғой. Мысалы сондай қыз келіншектеріміз көп байқап қаламыз кейде. Сол кезде ма білмеймін, осы 8 мартта жазған екем сондай қыздарға арнаған. Көңілдің кейбір кездері. Көңілдің кейбір кездері ғой, әйелден басқа көктем жоқ деген. Бүгін мереке көктем жоқ, сәулесі күннің өпкен жоқ, мұз еріп өзен аққанда кімдерден ызғар кеткен жоқ. Қар астындағы қаншайым, бәйшеше үміт өшкен жоқ, жаутаңдай қалса жасық жыр, жауқазын саған өкпем жоқ. Айтшы ал құрбым кімдерден, көңілсіз күндер көшкен жоқ. Мың сылдыр бұлақ тілектен, бір құрғыр ниет өктем боп, миллион гүлдерден бір тал гүл кімге жеткен жоқ. Құттықтайықшы соларды, күліңдер қыздар көктем боп, аналар жұмақ қыздар гүл, сендерден басқа көктем жоқ. Ой, бәрекелді. Сағынып жүрек самырқау сәтті сезінген, сандалып мынау саяттап адал өмірден, сары күздей сарғайып жүрген балаңды
жатып төсімде сізді көрсем ғой, жақсы түс көрсем жаныма солда жұбаныш. Қоңыр күз келді қорғасындай ұйыған, қоңыр қозыдай қою кештерді бұйыған. Қой көздеріңді жұлдызға анау ұқсатып, қос жанарыңның шұғыласына жылына. Тіледім ана кездесер күнді қуаныш, жүрегім бірге жүрсе де сізден тым алыс. Сағынып жатып төсімде сізді көрсем ғой, жақсы түс көрсем жаныма солда жұбаныш. Тіледім ана кездесер күнді қуаныш, жүрегім бірге жүрсе де сізден тым алыс. Сағынып жатып төсімде сізді көрсем ғой, жақсы түс көрсем жаныма солда жұбаныш. Сағынып жатып төсімде сізді көрсем ғой, жақсы түс көрсем жаныма солда жұбаныш. Біздің студиямызға келіп, бұрынғы өлеңдеріңізді кітапқа енген және бүгін шығып тұсауы кесілген өлеңдеріңізді оқып, біздің көрермендермен ой бөліскеніңізге үшін рахмет айтамыз. Алдағы уақытта творчестволық табыс тілейміз және бір өлеңіңізбен біз көрермендермен қоштасамыз. Мен өзіңсіз ешкімде емеспін, құрметтім. Дүрия уақыт дидарыңды қуған дүрмекпін, дүние сөнбей қадіріңді де білмеспін. Ұзақта емес, жақында емес тағдырым, мен өзіңсіз ешкімде емеспін, құрметтім. Жарық дүние-ай, жарқырап тұрбақ жалғансың, жалғандығыңа куәлік еткенмін армансыз, жаныңда жүріп-ақ жалғыздық көрген сәтімде, жарығым неге жадымнан өшіп қалғансың. Беу менің береке шуақты күндерім, бей мезгіл түнде де пейілім ішінде біргемін, тағдыр қыс күзінде жіберсін, бәрібір мен сенің гүл базар көктеміңдемін. Ай, бәрекелді. Біздің студияға келіп, өзіңіздің жырларыңызды және әнге айналған өлеңдеріңізді насихаттаған үшін рахмет айтамыз. Алдағы уақытта творчестволық табыс тілейміз, жазарыңыз көп болсын. Сіздің кештеріңізде, концерттеріңізде кездескенше. Құрметті көрермендер, осымен Шынар Кенденнің шығармашылығына арналған бүгінгі сөз бен сөз бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі эфирде кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.